Біз бүгін қаттама нан дайындаймыз. Оған керек бізге газдалған жарты литр су, 3 жұмыртқа, жарты ас қасық тұз, кішкене шай қасықтың ұшымен сода, нан содасын, 1 ас қасық сұйық май, кішкене дрожжи, қасықтың ұшымен ғана, шай қасықтың ұшымен, 1 ас қасық майонез, содан кейін 750-800 грамм ұн. Ұнның енді байқайсыздар, егер ұныңыз кейбір ұндар сондай суды көп қажет ететін болады. Егер сондай болатын болса, онда ұнды көбірек саласыздар. Міне осылай бәрін араластырып аламыз. Араластырып аламыз да, осылай ұнымызды салып илейміз. Бисмилlah. Так, бізге мына ұнымыз аз болатын сияқты. Қазір тағы да ұн саламыз.